терезенің алдында. Мен насыбай шашамды көрдіңдер ме? Терезенің алдында тұр ғой. Кім қойып жүр ойға? Жаңа вайын түсірем деп қойғаным. Ой, вайындарың, шиши. Ана қарсы. Соска қыз кетіп барады. Еркек екен. Ұрғашы еркекті ажыратамайтын заманға жеттік қойшы. Мына терезенің алдын сүртіп қойсаңдаршы. Бүкіл ауылдың мұсыры жүр ғой мына жақта. Қарай шеші. Қазақты жамандама, қазақ бала. Айнұр, сақырлата берме, қоя тұршы жаным. Мама, сенің күйеу балаң оңбаған. Ешак, нап сақырлатып кеттің? Серік, тұрғасын ана терезенің алдындағы сүтті холодильникке салып қойыңдар, жарай ма? Кеттім мен жұмысқа. Серік, мақұл ма? Ұйықтап қалма. Сол сүтті өзім кіргізе салайшы, сендерге сенім жоқ, ұйықтап қаласыңдар ғой. Мұратов Талғат, 1999 жылы дүниеге келген. Күрестен Қазақстан бойынша 3 дүркін чемпион. Ал бұл Сайдалбай Нұрмұла. Ақылды, оқымысты. Мектепті алтын белгімен бітірген. Ал университетті қызыл дипломмен бітірген. Жалпы айтқанда ақшаны онша керек етпейді. Жалпы солай бас екен. Қарап тұрсам, бұлар да мықты жігіттер сияқты. Оған не дедің? Міне мықты жігіттер, братан. Мынау қызға келгенде Слави. Мына Ишак Талғат кеше қызына 20 мың теңгесін жарады. Үйді 4 бала тұрамыз, братан. PlayStation'ға апарса болады, айуан. Анау Нұрлы ақша жоқ дейді да, қызына суши пицца береді. Ана қызына суши пицца жей береді. Слави ғой қызға. Білмейді. Ишактар. Алло, жан. Вот, барам ма кез? Братан, сен де малы кезің. Осы сен анау Әлидің бір әншіксісің, е? Иә. Баяғыда Әли класста менен өліп таяжейдің. Мал болып таяжейдің, ба? Сен әдір кәз? Айтып қойма өзің. Досым ғой мен. Ауылда осындай братандар болады ғой, Айдай, сен туғанда не үшін қуандым мен? Айда, давай. Кішкентай қал, давай. Давай! Інім, айда шыдай. Байт сен, есінеме қоясың ау? Мұрның ар жағынан мен көрініп отыр ғой. Досым тісім ауырып отыр. Досым кеше насыбай қойсай, мен алдым тісім ауырып насыбай қойдым, сразу жазылып кетті. Қойып кетеді сразу. Бірақ насыбайды қоя алмай қаласың да. Ашы көкем айтқан ғой қайтанға. Арам ешекке ұқсайсың деген ғой. Сен неғыса күлмеуді үйреніп алсай, досым. Екеуміз бірге үйренеміз бе, Емес сен қызға барғасың ба? Жоқ, баяғы сенің жасында қыздан қыз қоймау жоқ көкем. Не үйленбегесің? Білейін, солардың кес ұрды ма, болмай кетті ғой. Олар ешкімнен қорықпайды. Алдыма либойын шарып кел, інім. Аузын айырып жүрі. Мен тұрғанда бар ғой, ешкімнен қорықпайды. Олар тек біреуден ғана сескенеді. Бір ретте қалаға барған кезде ана бөлем айтады. Қыз шақырайын ба? Шақыр деді. Қат несі қоймасын, бәле болды. Олар денсаулығымен мақтанады. Алдыма бар ғой, інім 10 шеше араға кеп берші. Тауысып берем. Мас болмай. Тіп-тіге тұрады. Закүскісімен болсын бірақ. Олардың басты абыройы. Мынау мықты болу керек, інім. Мынау мықты болса бар ғой, қыздың бәрі сенікі. Әне, ашаң алақаңда, жұмсаң жұдырығыңда ұста деп жатырмын да. Олардың басты қателігі. Баяғыда сол қатынды бекер алып, амау керек. Сол күні ішпеу керек еді ғой, ішпеу керек. Ішпегенде не алған еді? Мынадай бала тумайтын еді. Бұнда бір талдың түбіне тастау керек еді. Не? Как крем қатыне, аузың жапшы, бәле болды. Қалай, Нұрғанат, есің жесаңшы. Неге мен ұмытып кеттім? 5 минут бұрын. Барлығымыз арқа-жарқа болып әңгіме айтып тұрғанбыз. Бір уақытта... Теме көрші ағдай. Менше досым. Нұрғанат, қалай, Нұрғанат? Айт, неге ұмытып кеттім? Нұрлы, сенше бірге өстік қой екеуміз. 11 жыл бір мектепте оқытып қой, Нұрлы. Есің жесаңшы. Көңілім қалыпсы. Ренжи бермеші, спичка бар ғой, жаға салам ғой. Жарайды. Бес демек. Енді сендермен дос болмасын. Ағла. Менде зажигалка бар. Жақсы, зажигалка сенде бар. Жақсы. Мен емес қой, үйде қақ кетті ғой. Мал егесіңдер ғой, мал егесіңдер. Су темейді, шекпей ақтау қойшы.